Ассаламалейкум, құрметті қауым. Мінекей біз бүгін мысыққа келгенбіз. Бұның лақабаты хан, жасы 5 жасында. Бұның сию және үлкен кіші дәрет бармай жүргені уже 2-3 күн болып қалды. Сол енді қазір бұған енді фуросемет саламыз және глицин свечасын саламыз. Сол енді ең бастысы ем болсын. Бізбен болыңыздар. Ал енді құрметті қауым, мінекей хан деген мысығымыз жасы 5 жаста. Мінекей қазір оны шашын алып беріп жатырмыз. Өтініш бойынша қожайларын сап тұрыңызшы. Мен де сұрап жіберіңізші. Осылай мінекей қазір жөнін алып жатырмыз. Груминг на выезд дейді ғой мінекей. Мінекей груминг его келіп, мінекей істеп беріп жатырмыз. Бүкіл шаралар. Қазір тырнағында алып береміз, жуындырып береміз, бүкіл айбат қылып береміз. Тіркелуге ұмытпаңыздар, өз пікірлеріңді жазып отырыңыздар. Сізбен болған Руслан Сабитұлы. Назарларыңызға рахмет. Ал енді құрметті қауым, мінекей хан, лақабаты хан, жасы 5 жаста. Шашын қырып бердік, мінекей қожайындардың талабымен. Мінекей әп-әдемі болып шықты, жүні бір қап шықты. Енді пима басуға болады. Назарларыңызға рахмет. Сізбен болған Руслан Сабитұлы. Қандай да бір жәрдем көмек керек болса, ветеринар мамандар хабарласыңыздар. Сілтеме бойынша номерім тіркеліп тұр. Лайк басып отырыңыздар және сұхбаттарын жазып отырсаңыздар да болады. Назарларыңызға рахмет. Мінекей біздің ханымыз, мінекей шомылдырдық. Шомылдырғаннан кейін мінекей мынандай әп-әдемі болып шықты бізде. Иә?